Шымкенттен шықтым. Түркістанға. Жолдамын. Шымкенттен Түркістанға мен 2 сағатта жеттім. Ал қайтар жолда тіпті 40 минутта қалаға кіріп келдім. Ол туралы кейінірек айтайын. Жалпы такси құны 2000 теңге, жол қашықтығы 170 километр. Индрайвермен такси шақырсаңыз кез келген уақытта, кез келген жерден алып кетеді де, қалаған жеріңізге жеткізіп тастайды. Екі ортада көлік ағылып жатыр. Жол теп-тегіс, кең. Алайда бұл жолдарда жол апаты жиі болады. Неге? Себебі жол ережесі көп бұзылады. Естеріңізде болса, Сидней Олимпиадасының жеңімпазы боксшы Бекзат Саттарханов осы тас жолда жол апатынан қаза тапқан еді. Жалпы жол апатының қаза тапқандар саны бойынша Алматы мен Түркістан облысы үнемі көш бастап келеді. Өткен жылдың 5 айында Түркістан облысында 350 жол апаты болып, 82 адам о дүниеге аттанды. Негізі Түркістанда да хостелдардың бағасы Шымкенттегідей 3000 теңгеден басталады екен. Ал отельдердің бағасы тәулігіне 21000 теңгеден басталады. Түркістан Шымкент сияқты үлкен қала емес екен, бірақ қонақ үйлер салыну үстіне салынып жатыр. Жалпы Түркістандағы құрылыс қарқынына қарап, кезіндегі Астананы еске салды. Жаңа аудандар салынып, қала күн санап кеңейіп келеді екен. Достар, менің Астана және Шымкент қаласына сапарымды описаниядағы сілтемеден көре аласыздар. Алда Ақтөбе қаласына сапарлайтынымды да айта кетейін. Каналыма жазылып, қоңырау мен лайк басуды ұмытпаңыз. Мен таңғы 10-дар шамасында Түркістанның әкімшілік ауданына келдім. Саяхатымды сәл ертерек бастайын деп едім, еліміздің оңтүстік өңірінде таң жай атады екен. Алматыда таңғы 8-де күн шақырайып тұрса, Шымкент пен Түркістанда сағат 9-да енді қылаң береді. Екі қаланы аралау жоспарымда жаңылысқан жерім осы болды. Шымкентте де Түркістанда да қаланы аралауға уақыт көбірек болады деп ойлап қалдым. Оңтүстікке келетін болсаңыз, осыны ескеріңіз. Түркістан 2018 жылдың 19 маусымынан бастап облыс орталығы болды. Қазір менің артында тұрған Түркістан облысының әкімдігі. Су жаңа облыс орталығының әкімдігі 1 жыл бұрын ғана салынған. Сондай-ақ медиа орталық, олимпиадалық резервтегі спорт мектебі, саябақ, музыкалық мектеп, халыққа қызмет көрсету орталығы, Нұрсұлтан Назарбаев алаңы барлығы жап-жаңа. Маған ұнады, сізге ше? Шымкенттегідей әкімдік алдына мұнда да шырша құрып қойыпты. Бірақ бұл жақта өткен жылғы ескі шыршаны қайта құрғандықтан жаңа жылдық безендіруге ақша жұмсамапты. Қай шырша демірек? Бюджеттен 38 миллион теңге жұмсалған Шымкент шыршасы ма, әлде 0 теңгелік Түркістандағы ескі шырша ма? Пікіріңізді комментарийға жаза кетіңіз, бірге талқылайық. Меніңше Түркістандағы шырша тіпті де ескі көрінбейді, керісінше әдемі болып тұр. Енді мен Түркістанның рухани мәдени орталығына аттандым, яғни Қожа Ахмет Яссауи кесенесі маңына. Бұл жерде де құрылыс жұмыстары қызу жүріп жатыр екен. Тіпті 90% құрылыс жаңа деуге болады. Бұл жерде жаңадан театр, қонақ үй, кітапхана, университет жатақханасы мен базар, шығыс моншасы, мейрамхана, музей, саябақ, қысқасы рухани аудан да жаңадан салынып жатыр. Қаншама ағаш егілген. Мына қонақ үй. Анау алдыдағы немене дедіңіз? Ома? Аха. Бұл стеклянный кітапхана. Стеклянный кітапхана. Жоқ, тура алдымызда тұрған. Тура алдымызда тұрған. Бізде биыл академия ашылды, туризм және қонақжайлық. Соның главный болды. Мына жақ түсіріп алайық. Мына жақта керуен сарайы. Осы жерлерден базар ғой. Аха. Керуен сарайы. Мына жақ театр. Барлығы шығыс стилінде жасалған сияқты екен. Яссауи музейі. Арғы жағындағы не нәрсе? Анау жаңағы университеттің үйлері. Аха. Анау мешіт. Мешіт. Қазір орталық мешіт, мешіт. Бұрын салынған мешіт. Анау, е? Бұрын салынған. Бұрынғыдан солғаны тұр, анан бәрі университеттің үйлері.
Аттар. Мхм. Соның кішкентай түрі ғой. Тұңғыш президент паркі бұл да. Бұл да тұңғыш президент паркі. Біраз жер бар. Мына жерде былай барып келді, ана жерде баня бар. Шығыс моншасына келдік. Ішін көрейік. Екі жақта общийда бассейн бар, и сухой деген пар бар, и хамам деген пар бар да, турецкий. Екі пар болады. Қызылорда облысы салып берген шығыс станциясы. Шығыс деген. Арғы жағында не бар? Мына жерде күшті екен мына жақ. Әкімшілік жағы, әкімшілік іскерлік орталық, мына жақ тарихи мәдени орталық, рухани мәдени. Соның несі проекция, музей. Кітапхана, шағын кітапхана болады екен мына жер. Әлі жасалып бітпеген көрінеді. Түркістанның рухани мәдени ауданында құрылыс жұмыстарымен бірге археологиялық қазба жұмыстары да жүріп жатқанын байқадым. Мына жерде қазба жұмыстары жүріп жатыр екен. Біз жаңа әкімшілік орталыққа бардық, одан кейін мәдени орталыққа келдік. Екі жерден де құрылыстың қатты жүріп жатқанын көрдік. Соған қарағанда бұл жерде туризм жақсы дамитын сияқты көрінді. Түркістанның болашағына бірталай қаржы құйылып жатқаны, бірталай жұмыс атқарылып жатқаны көрінетін сияқты. Менің бір байқағаным, бұл жақта ғимараттардың барлығы бір стильде, шығыс стилінде салынып жатыр екен. Өте әдемі, бір ертегіге, бұрынғы заманға еніп кеткен сияқты боласың. Түркістанды салуға, яғни архитектуралық құрылыс жұмыстарына еліміздің әр өңірінің үлесі бар екен. Бұл жердегі әр нысанды әр облыс қаржы бөліп салдырған. Ал жаңарған Түркістанды кімдер салып жатыр екен деп құрылысшылардың маңайына бардым. Сіздер осы жерде жұмыс істейсіздер ме? Иә. Мына балалар кішкентай емес қой жұмыс істегенге? Жоқ, 10 жасы жасар бар.